Кеше көп таланған төбет қыш күнде. Келер ұрпаққа да бірдеңе қалсын деп айтқан сөз бар. Әрине, Ленин көшесіне қазір достық атын берді. Неге соған Әлихан Бөкейхан есім бермеді? Құртуға мүмкіндік тұр. Кімді құртар едіңіз? Қазақ айтады, іштен шыққан жау жаман дейді. Тәуелсіз мемлекетте президентіміз саясат жасап жатыр. Барлық аппараттар жұмыс жасап жатыр, кәсіпкерлер жұмыс жасап жатыр. Барлығы бар бізде, неден қорқады? Мен оны айта алмаймын, неден қорқады. Мына ұлт көсемдерін айтып жатырмыз. Алаш зиялыларын айтып жатырмыз. Ашаршылық этноцидіміз не үшін болғаны, қазақ қалай қанадай қырылғанын жайлы айттық. Енді алаш зиялыларын енді сондай бір керемет азаматтар екен білеміз, қандай ерлік жасаған білеміз. Дегенмен де ол кісілердің былайша айтқанда әжелеріміз, жұбайлары өзге ұлттан болған. Орыстан, татардан, я болмаса бір басқа да сондай бір қазақ емес. Ерасыл, мен сұрағың астарын түсініп қойдым. Ұлт көсемі қазақтың тұңғыш президенті, осы бүгін қазақ елінің айтқан атасы. Негізін қалап кеткен Әлихан Бөкейхан. Қазақ табылмады ма деген сұрақ туындайды. Қазақтан. Мәселе бұл жерде бірінші назар аударайық. Әлихан Бөкейхан үйленген 1901 жылы, Әлиханның жасы 34-те болды. Ауылдастары, өзінің иелері. Әлихан Бөкейхан елге қайтты, оны тіпті 1906 жылы патша үкіметінің жаңа жандармерия басшылығы сол фактіні тіркеп қалыпты. Қарқаралыдан өзінің туған елі Тоқарауынан қанша шабарман келген. Әлихан Бөкейхан елге қайт, саған қатын алып берейік, жақсы отбасынан, жақсы әулеттен алып берейік, мал жинап берейік дегенде Әлихан айтады. Мен қазақ еліне қызмет етуім, қазақ еліне осы омбыда тұрып әлдеқайда көп мол қызмет ете аламын. Мен елге қайтсам, онда жай қарапайым бір қазақ болып қаламын. Сөзінде бар еді. Ал сол кезде бұл орыс зиялылардың ортасында жүріп, орыс зиялылар болғанда олар былай айтқанда шовинистер емес, нағыз Ресейді сол кездегі патшалық самодержавиялық биліктен парламенттік федералдық жүйеге ауыстыруды көздеген орыс зиялыларының, орыстың алдыңғы қатарлы ілгерішіл зиялыларының ортасында жүрген кезінде өзінің бір әріптесі, коммунист емес, ол халықшылдар қозғалысы деген болған. Ол 1870 жылдар пайда болған. Соны Ресейдегі жаңағы крепостниктік құлдықты жоюға қарсы тұрған азаматтардың бірі. Халыққа бару деген сөз. Хождение в народ деген қозғалыс болған. Ол кейін былай земля и воля деген қозғалысқа айналды. Жер және еркіндік деген қозғалысқа айналды. Сол еркіндік қозғалысының қайраткерлерінің бірі Яков Сергеевич Севастьян деген өзінің әріптесі болған. Оның бірге ол Степной край газетіне бірге жұмыс істеген редакция. Сосын мына орыстың императорлық географиялық қоғамының батыс бір бөлімінде бірге жұмыс істеген қарт кісі. Ол сол омбыда саяси айдауда жүрген. Сол айдауда жүрген кезінде енді бұлар бір ғана Степной край газетінің немесе географиялық қоғамның батыс бір бөлімінде ғана емес, әрқайсының үйіндері талқыласа керек. Өйткені ол қудалау кезінде әр жерде құпия түрде жиналады. Сөйтіп жүрген кезде мүмкін сол Яков Севастьяндың үйіндері талай болса керек. Сол кезде бұл Елена мен екеуі өздерін бір-бірін қалап қалса керек, сүйіп қалса керек. Өйткені осы күнге дейін жеткен әңгіме бойынша Әлихан Бөкейхан сол өзінің Еленаны ертіп алып үйіне келген кезде анасы айтты: балам, мойнына креста таққан келіннің маңдайын қалай иіскейін? Маған қайтып көрсетпе, табалдырығымды аттамасын, табаларымды жолатпаймын деп бетін қайтарып жіберген. Ал Еленаның әкесі Яков Севастьян былай деген екен қызына, қыз алдынан келіп бата сұраған кезде: қызым, саған Әлиханнан артық күйеу бола табыла қоймас. Мен оған қарсы емеспін. Бірақ өзің ойланып қара. Ол басқа діннің өкілі. Сен христиансың, православие христиансың. Орыс қоғамы қалай қабылдайды? Сенің мұсылманға күйеуге шыққаныңа. Қазақ қоғамы қалай қабылдайды? Христиан қызының мұсылманға күйеуге шыққанына. Осыны өзің ойлап салмақта да өзің шешім қабылда деп. Осындай батасын беріпті. Ал енді одан кейінгі Әлиханның саяси айтқанда шым-шытырық қиян кескі күресіне назар аударсақ, Елена әрқашан жанында жүрді. Әлихан кейде жылдап, мысалы 1916 жылдың ақпан айында ол Санкт-Петербургға кетеді, 16 жыл көтеріліс басталар алдында. Содан Әлихан Бөкейхан қайтып Самараға жолама кетеді. А Самарада өзінің әйелімен әлі кәмелетке толмаған қызымен ұлы қалады.
Зейнеппен, оның кейін Мәскеуге барғаннан кейін Елизавета деп атайды, паспорт берген кезде. Қызы Өктай, оған кейін Сергей деген ат береді. Сол екеуі комитет. Мына Елена Самарда саяси қуғында, саяси эмиграцияда жүрді. Өйткені Әлихан Бөкейхан ешкім айдаған жоқ. Әлихан Бөкейхан өзінің саяси айдауға, итшеккенге айдайтынын сезіп тұрады да, өзі ерте кетіп қалады. Алдымен Санкт-Петербургға, одан кейін Самарға жақсы жұмыс тапқаннан кейін. Міне сөйтіп отбасын тастап 2 жыл жүріп халықтың қамымен. Сөйтіп бұлар қай жерде қайтып кездесті дейсің бе? 1918 жылдың жазына қарай, арада 2,5 жылдан өткеннен кейін ғана Алаш қаласында бірақ кездесті өзінің отбасымен. Сонда мынандай сұрақ туындайды сөзіңіз аузыңызда. Әлихан Бөкейханның басқа да осы Алаш зиялыларын жаңағыдай өзге ұлт өкілінен келіншекті алған кісілерге сол әйелдер барлау қызметін болмаса бір сондай бір соларды байлау мақсатында жасалынған дүние деп ойламайсыз ба? Жоқ, ешқандай. Әлихан Бөкейхан сол Елена Яков қызы Севастьяноваға үйленген кезде қазақ қоғамында кәдімгі мынадай үлкен неше түрлі лақап шығыпты әңгіме. Әлихан Бөкейхан өзін жаңа мансап құру үшін орыстың генералының қызын алыпты деп. Мен айтып отырмын, Яков Севастьян, оған директор, әбден директор таптым. Ол жаңа халықшылдар қозғалысының өкілі болған, сол үшін Пенза жақтан жер аударылып, омбыға саяси айдауда жүрген халықшыл Яков Севастьяновтың қызына үйленген, өзі сияқты төңкерісшіл. Екіншіден, Әлихан Бөкейхан өзінің қиянат кескі күресінде өзінің 2 баласының қамын қомдап жүретін, өзі жан жүрегімен сүйген қызға үйленді. Ал Әлихан сол қиян күресімен айналып жүргенде талай жерде айдау көрді, қуғын көрді. Сол кезде әйелі бұны жер қаратқан жоқ. 2 баласын бұның айтқанда артын күтіп отырды, 2 баласын асырап. Ал 2 баласы кім болды десек, назар аударайық. Біріншіден, біз мына Жезқазған кен көрініш, түрлі кенішін білеміз. Ал сол Жезқазған кен түрлі түсті мыс кенішін ашып берген ол Қаныш Сәтпаев емес. Ол Әлиханның ұлы Өктай Сергей Бөкейхан. Өйткені ол Әлиханның өзінің қалауымен Мәскеудегі Тау-кен институтын бітіргеннен кейін ол Мәскеудегі главцветмет деген мекеме болған. Бұл айтқанда түрлі түсті металл бас басқармасында жұмыс істеп жүреді. Жезқазғанға келіп, осы жерде мыс кеніші бар деп Әлиханның ұлы Өктай 1934 жылы КСРО ғылым академиясының төралқасы алдында баяндама жасайды. Сөйтіп 1934 жылы КСРО ғылым академиясында Большой Жезқазған деген, үлкен Жезқазған деген мынандай кітап жарық көрген. Соның ішінде Өктай Сергей Бөкейхановтың үлкен 2 баяндамасын көресіз. Ол жерде Жезқазған жер қатпарларының қай жерінде қанша мыс қоры жатқаны туралы түгел сипаттап жазып берген. Сосын 2 баяндамасының артынша Қаныш Сәтпайұлының қосымша кішкене мақаласы бар. Ал 37 жылы Әлихан Бөкейхан 27 қыркүйектен Мәскеуде атып тастаған кейін, бұны халық жауының баласы деп Жезқазғаннан қуып жібереді. Қазақстанға қайтып жолатпай қояды. Сол кезде Қаныш ағамыз сол Өктай бастап кеткен ұлы істі жерге тастамай ары қарай көтеріп алып кетті. Міне Алаш қайраткерлерін есіңізде ұмытпайық. Қаныш Сәтпайұлының өзі де нағыз Алаш қайраткері болған. Алаш партиясының мүшесі болған. Алашорда үкіметінің айтқанда келер ұрпаққа да бірдеңе қалсын деп айтқан сөз. Әрине, мәселе осында. Сондықтан бұл жерде біз ана Кеңес одағынан қалған тағы да сол идеологиялық тарихты әлі қайта қарағымыз келмейді. Қазір айтып көріңізші, Қаныш Сәтпаев ол негізі Жезқазған түрлі түсті металл кенішін Әлиханның ұлы ашты десек қазір қойбай. Сәтпаев танушылар бәрі дөу көтеріледі. Бірақ мен оған қарайын деп отырған жоқпын, ертең жазам. Оны жаза бастадым керек десеңіз. Жақсы. Енді Ерасыл, Әлиханның қызы кім болды десеңіз бар ғой? Әлиханның қызы алдымен бұл Том университетінің медицина факультетін оқып жүріп, әкесі 1922 жылы желтоқсанда Мәскеуге итшеккенге айдап жібергенде, ол сол Том университетінен Мәскеу университетіне ауысып, сол жерде оқу бітіріп, сосын бұл кісі сол әйел балаларының бала тастау, бала тәрбиелеуіне қатысты бірнеше оқулық жазған.
сол оқулықтар Мәскеу университетінде осы күнге дейін таптырмас оқу құралы болып табылады. Сосын ол кісі алғашқы күйеуі ерте марқұм болып кеткен көрнекті алаш қайраткері, жас ұрпақ. Сол қайтыс болғаннан кейін ол өзінің тегін қайтып ауыстырған жоқ. Кейін еврейге күйеуге шықса да, ол бәрібір Елизавета Әлиханқызы Сәдуақасова болып өтті өмірде. Ол медицинадан кандидаттық, одан докторлық қорғаған кісі. Сосын екінші дүниежүзілік соғысқа қатысқан кісі. Батырлығы бар. Батырлығы бар, бірнеше ордені бар. Бұл сосын анау айтқанда жылжымалы госпиталь дейді, айтқанда темір жол бойындағы үлкен бір тұтас эшелонда соны басқарған әскери майор шені бар кісі болған. Ол байғұс 69 жылы ісік ауруынан қайтыс болды. Мен бір естіген әңгімем бойынша ол кісі анасын онша жақтырмапты. Неге десек, астарында діни мәселе жатты дейді. Неге менің анам мұсылман дінін қабылдамады дегендей сондай бір. Бірақ оның шын өтірігін айту қиын, өйткені бірақ бұл сөзді мен Әлиханның немере інісі Райымжанның Сырым деген ұлы болған. Ол кезінде сол Лиза апамыз дейтін Әлиханның қызы, сол Лизаның қолында өскен бала, өскен соның қолында оқыған. Алдымен Ленинградта оқу бітіріп, сосын бұл Мәскеуге аспирантураға түсіп, сол кезде Лиза апасының үйінде жиі болып тұратын болған. Сол кезде сондай нәрсені байқағанмын дейді. Иә, соның әйелі бар. Ол көзі тірі кісі Александра Борисовна деген кісі. Солай деді, бір күні Лиза апамның үйіне келсем дейді, Лиза апамыз енді ол кезде ісік ауру әбден асқынып, қатты жан қинап жүрген кезде, сол кезде Лиза әкесінің қалған бүкіл мұрасын, суреттерін, қолжазбаларын, хаттарын, фотоларын түгел Мәскеудің бірнеше архивіне апарып тапсырып көрсе біреу қабылдамаған ғой. Сонда Лиза апамыз қатты қапыланып, өзінің пәтерінде сол ақаңнан қалған, Әлиханның әкесінен қалған хаттарды, қолжазбаларды, суреттердің бәрін өртеп жатыр екен. Соның үстінен түсіп, Александр Борисовна, Лиза апай, не істеп жатырсыз? Бұны кейін біз сақтап қалайық деп. Сөйтіп, әзер өртен үлгермегендердің бәрін сөйтіп сақтап қалыпты. Күйініш дейсіз ғой. Иә. Содан кейін мен білетінім, сол Әлихан Бөкейхан тұрған үйдің несін дейді, шатырының астында сол Лиза апамыздан қалған қаншама дүние қалыпты дейді. Кейін ол қайта құрылыс салды, жекеменшікке сатылып кетті, содан бәрі ғайып болды. Жақсы. Мынау жаңағы біз қазақты қазаққа айдап салды деп жатырмыз. Шолақ белсенділер болды дедік. Жаңа Тұрар Рысқұлды айттық, Сәкен Сейфоллаұлын айттық. Жаңағы Әліби Жангелдинді айттық. Шоқынған Николай Степнов. Иә. Тура сол сияқты қазақты қынадай қыруға атсалысқан өзге ұлт өкілдері де бар. Және біз оларға Алматы қаласында болсын, басқа үлкен ірі қалаларымызда болсын, көшелердің аттарын беріп қойдық. Мысалы, Жетісу өңірінде коммунистік идеологияны белсенді түрде насихаттап, қазақты қыруға атсалысқан Абдолла Розыбакиев деген кісі бар. Ұйғыр кісі. Мысалы, сол кісіге біз неге Алматының қақ ортасынан Алматыны былай кесіп өтетін ірі көшенің атын беріп қойдық. Мысалы, Дұңған ұлтының өкілі, коммунист, енді тарихты барды деп айту керек. Бұл жерде ешқандай ұлтшылдық, я болмаса бір нені нетіп отқан жоқпын мен. Масаншы ма? Иә, Масаншы деген кісінің несі бар. Мысалы, бұл жерге мысалы біз неге Смағұл Сәдуақасұлы деп қоймаймыз деген сияқты. Бұл жерде былай ғой. Сәкен Сейфуллинге де біз, Рысқұловқа да біз өте үлкен ірі магистральдарды, көшелерді беріп қойғанбыз. Өйткені айтып отырмын ғой, кеңес дәуірі ыдырап, кеңес одағы ыдырап, біз тәуелсіздік алғаннан кейін билік басында 30 жыл кешегі коммунистік партия мен комсомолдың көсемдері билеп келді. Сондықтан айтып отырмын ғой, біз көшелердің атауын былай қойғанда біздің ұлттық идеологиямыз қалыптасқан жоқ. Оны мүдделі түрде, жүйелі түрде қалыптастырған жоқ. Айтып отырмын ғой, 30 жылдың ішінде бізде не көп болды, идея көп болды. Бірақ нақты әрбір азаматтың жүрегіне ұялайтын ұлттық идеология болған жоқ. Мына қараңыз, тәуелсіздігімізді қазір 32 жылына аяқ бастық па? Бірақ біз әлі де ұлттық республика деп атауға аузымыз бармайды. Жүрегіміз бармайды. Өйткені біздің билігімізде отырған кімдер? Ол кеше күш күнде көп таланған төбеттер. Мәселе осында. Сондықтан бұны қайта көтеруге жоқ. Қазір байқасаңыз, тіпті осы біздің әр қалада, облыста отырған ономастикалық комиссияның мүшелері кімдер? Кешегі сол шалдар. Коммунистік партияның
шекпеннен шыққан шалдар мен кемпірлер отыр. Оның ішінде ақын жазушыларымыз отыр. Тіпті осы бір ғана Астана қаласын алайық. Мысалы, ана 95 жылы бұрынғы аэродромный көшесіне Әлихан Бөкейханның есімін қалай бергіздік? Ол кезде Манаш Қозыбаев араласқаннан кейін ғана әзір бергіздік. Онда ол кезде аэродромный деген кішкентай ғана тар көше болатын. Ол кішкене ұзартылыпты. Тіпті үстіне біраз ары қарай созылған. Бірақ айналайын-ау, Ленин көшесіне қазір Достық атын бердік. Неге соған Әлихан Бөкейхан есім бермедік? Қаланың төрінде орналасқан көше. Мәселе сол. Сондықтан бұл дәл мысалы Әттеген-ай дейтін нәрсе көп дейсіз. Енді бәрібір бізде жылымық басталды. Оны теріске шығара алмаймыз. Жылымық басталды 19 жылдан бері қарай, көктемнен. Өткен жылы Ахмет Байтұрсынұлының, Әлиханның жақын үзеңгілесі Ахмет Байтұрсынұлының 150 жылдың той атты Алматы қаласындағы бұрынғы Никольский шіркеуінің жанындағы кішкене саябақта Ахмет Байтұрсынұлына керемет зәулім ескерткіш орнаттық. Айналайын, Алматы ол біздің астанамыз ба? Біз неге Астана қаласына алғашқы келгенде ескерткіш орнатуға асықпаймыз? Мына жерде мынау BICT Сеул үйінің ар жағында 2 жылдай бос алаңқай тұрды. Қазір қайтадан зәулім тас пен бетонның тағы да ғимарат салып жатыр. Сол жерге мен бірнеше рет хат жаздым. Сол алаңқайға біз неге Алаш атауын бермейміз? Неге ортасын зәулім бір Әлиханға емес, бүкіл Алашқа келген, Алаш Республикасының, осы бүгінгі мемлекетіміздің іргетасы қалып кеткен Алаш алаңы, Алаш аллеясы неге атамаймыз? Неге сұрға бір Әлиханға емес, бүкіл Алашқа келген зәулім ескерткішін орнатпаймыз? Ең көрнекі жерге деп. Жоқ, құлағасы ешкім жоқ. Қазір өйткені біздің барлық деңгейін әкімдерімізде қайтадан жаңа мәселеге тек өзінің табысы. Тиіп жатыр дейсіз ғой. Тек табыс көзі. Өйткені сол алаңда мен түсінген, дәл сол кезде Астанамызға әкім болып Алтай Көргінов деген жас жігіт келді анау, Оралдан. Ол келгенде ол ойлаған не? Тек өзінің қалтасы. Сол алаңқайда ол алды да бір жаңа базис ама біреуге алды да сатып жіберді. $миллиондаған долларға. Бітті. Дәл ойлап қарасаңыз, осы аймақта осы мынау BICT, не бар, зеленый кварталы бар. Бір мектеп, бір балабақша, бір емхана жоқ. Өңкей бетонмен айнадан салған ғимараттар тұр. Бір саябақ жоқ, бір аллея жоқ. Жақсы. Жаңа біз ұлт көсемдерінің, алаш қайраткерлерінің өзге ұлттан келіншек алып әйел алғанын айттық. Өзіңіздің, біздің жеңешеміз қазақ ұлтынан ба? Қазақ ұлтынан. Жақсы. Қиялымызға ет берейік. 100 жыл бұрынғы уақыт, 1911 жыл, Женева. Сіз жендетсіз. Сұлтанхан Аққұлы жендетсіз, өзіңіздің бір басқа бір лақап атыңыз бар, жаңа Жангелдин ұстаны болды, Николай Степанов деген сияқты. Сондай бір жендет бір лақап атыңыз бар. Женевада Әліби Жангелдин жүр. Ол сол уақытта сол жерде болған. Ленинмен жолығады. Сізде бір оқ бар. Екеуінің біреуін құртуға мүмкіндік тұр. Кімді құртар едіңіз? Ленинде шатағым жоқ. Жангелдин құртар едім. Демек, жалғыз оғыңызды Николай Степановқа бұратын едіңіз. Қазақ айтады, іштен шыққан жау жаман дейді. Сондықтан мен Жангелдин көзін құртар едім. Жақсы. Бүгінгі күннің Әлихан, Ахмет, Міржақыптары қайда? Неге біз сол тұлғаларымызды дұрыс деңгейде насихаттай алып жатқан жоқпыз? Қазіргі бүгінгі қазақтан сондай азаматтар шығады ма? Біз сондай азаматтар тудыра аламыз ба бүгінгі халімізбен? Бұл өте қиын сұрақ, шын айтқанда. Өйткені мен ғылыми ортада жүрмін ғой. Қазір өзімнен кейін енді мен біраз жасқа келдім. Қазір енді үлкен болып 60-ға келдім. Ел ағасы? Өзімнен кейінгі інілерім бар, ғылымда жүрген. Бәрі жалтақ, бәрі қорқақтау. Неден қорқақ? Тәуелсіз мемлекетте президентіміз саясат жасап жатыр. Барлық аппараттар жұмыс жасап жатыр, кәсіпкерлер жұмыс жасап жатыр. Барлығы бар бізде, неден қорқақ? Мен оны айта алмаймын, неден қорқатынын. Өйткені бір жағынан біздің билік, 30 жылдық саясат билік, сол халықты үркітіп ұстауды. Бұрын біз кеңес дәуірінен жүрегімізде бір үрей ұялап қалған болсақ, ал 30 жылдық тәуелсіздікте сол үрейді біз жүректен аластатуға тырысқан жоқпыз, керісінше соны одан да бетер тереңге түсірдік. Ал бүгін қазір орта буын кімнен тәрбие көріп өсті? Біз қорқақтардан. Иә, мәселе сол. Ал бір мәселе, қазақта бұндай сөз бар. Бір күн ашыққаннан бір ай ақыл сұрама дейді.
ойлап қарасаңыз, егер біз 70%-дан астам халқымыз қырылып қалған болса, біз біріншіден ұрпақ сабақтастығын үзіп алдық. Ұрпақ сабақтастығын. Біз қаншама ұлттық салт дәстүріміз, ғұрпымыздан айырылдық. Тіпті ұлттық емдеу, халық емдеу дейміз, халық емі дейміз ғой. Қазір ойлап қарасаңыз, қазақ халқының сонау көне дәуірден келе жатқан дәстүріміздің үзіліп қалды. Ол бір. Содан кейін аман қалған халық. Ол кім еді? Әдетте аштық кезінде, аласапыран кезінде, аштық кезінде, аласапыран кезінде, соғыс кезінде халықтың ең алдымен кімі кетеді? Батырлары, ер жүректері, намысшыл азаматтар кетеді. Тек мен балам аман қалсын деп. Сөйтіп аштық кезінде біз халқымыздың мәйегінен айырылып қалдық. Қаймағынан айырылдық. Қаймағынан айырылдық. Сондықтан бүгінгі біз сол ұрпақтың, қорқақ, үркек ұрпақтың жалғасымыз. Өкінішті. Оған қоса сол үрейді, айтып отырмын ғой, кеңестік дәуірден жаман мұра болып қалған билігіміз ары қарай тереңдете түсті. Әйтпесе мына 90 жылдардың басында біз тәуелсіздік алған кезде халықтың рухы қалай көтеріліп еді? Қалай көтерілді? Сол кезде жоғарғы кеңестің алдында күнде жұрт ашаршылық жариялап, ереуілдер өткізіп жататын. Қазір сондай ереуілдер өткізе аламыз ба? Халықтың ереуілге шығуы, ол халықтың ерікті сезінетіндігі, халықтың еркіндігін көрсетеді. Біз конституцияға өзімізше бір толықтыру енгіздік пе? Өзгеріс енгіздік пе? Одан бері не өзгерді? Ештеңе өзгерген жоқ. Қазір біреу қит етіп далаға шықсын, дереу тұтқында болып кетеді. Оның ішінде осы жазды күні өзінде тұтқында болып кетеді. Онда анау қаңтар айында қаза болған жігіттердің ата-аналары келіп әділдік сұрап келгенде, соларды неге видеоға түсіріп жүрсем, бейнеге түсіріп жүрсем, мен де қолымды бұрады да алып кетті. Жақсы. Сізге нақты сұрақ қойын, сіз нақты жауап беріңіз аға. Біз мына тарихты айтып жүрсіздер. Қазақ қандай болғанын айтып жүрсіздер. Ашаршылықты айтып жүрсіздер. Интеллигенцияны қалай қырғанын, атып салғанын, тырнақ астына ине тығып, азаптап өлтіргендерін айтып жүрсіздер. Нені айтпай жүрсіздер? Нені жасырып қалып жүр бүгінгі тарихшылар? Сіз бірдеңені жасырып жүрсіз бе? Ештеңені жасырып жүрген жоқ. Мен ештеңені жасырып жүрген жоқ. Жақсы. Ертең мен біраз жыл журналист болып істедім. Бірақ ешқашан мемлекеттік ақпарат құралында істеген емеспін. Істемеймін де. Талай жерге шақырдыра. Ешқашан бармаймын. Өйткені мен ақты қара, қараны ақ көрсетпеймін. Өлсем де. Ғалым ретінде. Мен өзім әріптестерім біраз, әсіресе басшылар иттің еттен жүріп көреді. Өйткені еш жерде айтқанда айт дегенді айтқан емеспін. Мен көргенімді, білгенімді, сол үшін көбісі жақтырмайды. Жақсы. Мына шындық қашан ашылатыны түсінікті болды. Бұл жерде мен Ерасыл бір нәрсеге керек өте терең назар аударғым келеді. Мәселен, неге осы күнге дейін қоғамның басым көпшілігі Алаш қайраткерінің, Алаш тарихын, Алаш шығармашылығын білмейді. Неге 31 жылдың ішінде Алаш тарихи оқулықтарға кірген жоқ. Алаш әдебиеті біздің әдебиетімізге толық кірген жоқ. Оның ішінде біз әлі де кеңестік социализмнің қайраткерлері Сәбит Мұқан, Әділдә Тәжібаев тағы басқаларды әлі зерттеп жүрміз. Мәселе осы. Өйткені Алаш тарихында, Алаш әдебиетінде, Алаш публицистикасында қазақтың рухы жатыр, биік рухы жатыр. Ешкімге бағынбаған, ешкімге бас имеген. Өйткені 20 ғасырдың басында Алаш қайраткерлері қазақтың рухын оятып кетті. Мен қазақпын деген. Сол себепті осы күнге дейін енген жоқ. Біз қанша идеология дейміз, идеология дегеніміз ол бүгінгі әдебиет, ол бүгінгі тарихымыз, ол бүгінгі публицистикамыз. Ол бірі де әлі оқулыққа кірген жоқ. Қазір мысалы өткен жылғы жазғы тұңғыш құрылтайымызда президент Тоқаев не айтты? Біз тарихымызды түгел қайта қарауымыз керек деді. Біз келесі жылға да мәселе ол айтылған идея өз алдына, ол идеяның қалай жүзеге асуы, ол тіпті басқа нәрсе. Мен осыған тоқталып өткім келеді. Мәселен, қазақ айтады, шынайы дос оңдырам айтады. Жылатып айтады дейді. Шоқан Уәлиханов атындағы тарих және этнология институтын өзімнің досым, жақын досым Зиябек Қабылдин басқарып отыр. Соған тапсырма берді. Негізгі жүк соған түседі. Өйткені біздің былай айтқанда өзіндік тарихы бар. Жарты ғасырдан астам тарихы бар. Сол тарих институты жазып жатыр. Бірақ сол 7 томдық жаңа тарихымызды жазуға кім атсалып жатыр? Енді өзіңіз ойлап қараңыз.
алаш тарихын кім жазып отыр? Мәмбет Қойгелдиев, Сәбит Шілдебай сияқты адамдар жазып отыр. Мәселе сол. Мен Зиябекке талай айттым, Зиябек, оларды жолдатуға болмайды. Олар тағы да тарихымызда кешегі кеңестік трафаретпен, кеңестік матрица бойынша жазып жатыр. Былай дейсіз ғой. Сол былай. Шектеулі көзқараспен, айналайын өзіміздің тарихымызға, өзіміздің көзқарасымызбен, кеңестік, большевиктік, коммунистік көзқараспен емес. Осы күнге дейін Мәмбет ағамыз айтатын, Алаш Республикасы сөзін жариялаған жоқ, яғни мемлекет болған жоқ дейді. Алашорда үкіметі болды дейді. Бұдан асқан дақпырт болу мүмкін емес. Өйткені ойлап қараңыз, Қазақстан Республикасы болмаса, Қазақстан Республикасының үкіметі бола ма? Өйткені үкімет мемлекет деген ұғымның өзі. Ол үкімет, ол мемлекет деген ұғымның материалданған түрі. Мемлекеттің міндетін атқаратын кім? Үкімет емес па? Жоғарғы атқарушы мемлекеттік билік. Сөйтсе, мемлекеттің құрылып жариялануы сонда ғана оның мемлекет ретінде жасауына кепілдік екен. Жақсы. Сізге тағы бір сұрақ қойайын. Кей кісілер тарихты не қыласын? Тарих деген өтті кетті, не қыласын? Бітті ғой, бояу сынып қойды. Біз келешекке қарауымыз керек дейді. Осыған нақты жауап берсеңіз. Бауырым, сен өзің басып өткен ізіңді бақылай алмасаң, сен алда қандай із, қандай жол күтіп тұрғанын түсіне алмайсың. Сол сияқты тарихы жоқ халықтың келешегі жоқ. Түсінесіз ба? Өйткені тарих біз үшін не керек? Тарих біздің болашақ өміріміздің айнасы. Мысалы, біз сыртқы саясатымызды алып қарайық. Мәселен, Қытаймен қарым-қатынас жасадық. Қытайдан Өмірбай опық жығып келдік. Абылай хан дәуірін алып қараңыз да. Ресейден Өмірбай опық жығып келдік. Ақырында құлдыққа түстік, отарлыққа түстік. Біз сол тарихымызды білмесек, біз алдағы уақытта өзіміз сыртқы саясатымызды қалай тұрғызамыз? Егер алаш тарихын білмесек, біз қайда ұмтыламыз? Алаш идеологиясын білмесек, біз алдымызға қандай идеология аламыз? Сингапур, Оңтүстік Корея немесе тағы да Жапония боламыз деп адасамыз ба? Жапония идеясын алғанда, олар Жапонияның идеясын сол күйінде алып қоя салғысы келген жоқ. Оны қазақтың салт дәстүріне, болмысына, діліне ықшамдап жасағысы келді. Иә. Сөйтіп тіпті Қытайда, Жапониядан да озғысы келді. Мәселе сол. Тарихы жоқ халықтың келешегі жоқ. Егер біз кешегі өткен өміріміздің Әлихан Бөкейханның 1913 жылы қазақ газеті шыға бастағанда қазақ тарихынан деген керемет мақаласы бар, тізбекті мақаласы. Сондай біз өткен өмірімізде қай жерде қателестік, қай жерде сүріндік, қай жерде гүлдендік. Өз қатемізді өзіміз білуіміз керек. Мәселе сол. Сен ол өзіңнің қатеңді өзің білмесең, сен алдағы уақытта ылғи да сол қатеңді қателесің. Дәл сол жерде тағы да сүрінесің, тағы да сол жалп етіп құлайсың. Мәселе сол. Тағы да айтамын, сен өткен өміріңді, тарихыңды білмесең, сен болашағың бұлыңғыр. Біз мына қараңыз, 31 жыл неге адастық? Бір ғана мысал келтірейік. 31 жыл неге адастық, білесіз ба? Өйткені біздің елбасыларымыз тарихын білген жоқ, алаш тарихын білген жоқ. Біз кеңес одағын жазып берген идеологиялық дақпыртын оқыдық. Тұңғыш президент Нұрсұлтан Назарбаевтың Америкаға барғанда айтқан сөзін естідіңіз ба? Не айтқан? ақш президенті Джордж Буштың алдында айтқан сөзін. Бізде ешқашан қазақ мемлекеті болған жоқ. Сол мемлекетті құру бақыты маған тиіпті деп соқты ғой. 2006 жылы Ресей президентімен Қазақстан мен Ресей шекарасын бекіткен болып, Астраханда өткізген баспасөз мәслихатында Назарбаев дәл сол сөзін қайталаған жоқ па? Бұл жерде ешқашан қазақ мемлекеті болған жоқ. Өйткені шекарасы болған жоқ, дақпырт айтқан жоқ па? Сосын 2015 жылы Путин селигерде бір журналистің сұрағына жауап берген жоқ па? Да, никогда не было казахского государства. И Назарбаев создал уникальную вещь. Он создал казахское государство там, где его никогда не было, деп соқты. Назарбаевтың сөзін қайталап берді. Сол сөзден кейін Назарбаевтың өзі қорқып кетті, қазақ хандығының 550 жылдығын дереу тойлаңдар деп тапсырма берген жоқ па? Міне, тарих керек пе, керек емес пе, осыдан басқа не керек? Ал керек десеңіз, менің бір әріптесім бар, Мұхит Назар, Мұхит Ардагер Сыдық Назаров. 15 жыл бұл бүкіл Еуро-Американы аралап бар ғой, қазақ хандығы бейнеленген орта ғасырлық 1500-ден астам картаны тауып алып келді. Атлас карталарын тауып алып келді. Қазір Құдай қаласа осы жылы соны жарыққа шығармақпыз. 7 том қолы. Бір ғана нәрсе есімізде болсын. Ресей деген империяны құрған кім? Біздің ата-бабаларымыз. Жошы ханның құрып кеткен ұлы ұлыс, кейін Алтын Орда деп аталып кеткен
ұлы империя Ресей империясын құрған сол. Ресей біздің мемлекеті аталарымызға дайын төлеген ғой, салық төлеген ғой олар. Ең басты Ресей империясы 1721 жылы қаланды. Бірінші Петрдің жарлығынан кейін. Біз осы күннен кейін мәңгілікке Ресей деп аталамыз деп. Ал қазақ хандығы 1465 жыл құрылды. Енді ол да бір 20-30 тіпті жарты ғасыр ары бері шығар. Бірақ әйтеуір біз 15-ші ғасырда дүниеге келдік. Мәселе осында. Яғни бүгін Ресейдің құрылғанына бір 350 жыл болса, біз 6 ғасырға жоқ өмір сүріп келеміз. 6 ғасырдан астам. Біздің аталарымыз 6000 жыл бойы жылқыны мінген. 6000, иә. Жылқыны алғаш қолға үйреткен, сөйтіп бүкіл Еуразия кеңістігін бағындырған кім? Біздің ата-бабаларымыз. Жақсы. Мына бүгінгі таңда Алаш қайраткерлерін насихаттау көңілдегідей емес, десек те, мен бұл жобаларды ұйымдастырған кісілердің барлығын қолын сүйуге әзірмін. Тар заман, ұлт ұстазы Міржақып Дулатұлы сияқты телехикаяларды түсіріп жатыр біздің азаматтар. Мың алғыс сіздерге. Енді осы телехикаяларда дегенмен де цензура көп. Бірақ мұндай телехикаяларда қаншалықты деңгейде шындыққа жанасып жатыр? Осы жайды не айтасыз? Біріншіден, мысалы, ұлт ұстазы мен Оян қазақ Міржақып Дулатұлы соңғы 2 телесериалға біраз көңілім толады. Алдындағы жаңа тар заман, бұл жерде бар ғой, Алаш тарихын зерттеуші бірде-бір ғалымның болмағаны қатты. Сізді сол телехикаяны түсірген кезде Сұлтанхан Ақұлы, сіз Әлихан Нұрмұхамедұлы жайлы 15 томдық еңбек жаздыңыз, қанша 30 жыл ғұмырыңызды осы Әлекеңе арнадыңыз деп сізден біз ақпарат алайық деп хабарласты ма? Жоқ. Білмеймін, өздерінен сұраңыз. Бұл тар заманның соңында тұрған кім? Бүгінгі мемлекеттік кеңесші Ерлан Қарин тұр. Десек те, ол телехикаяның бар болған жақсы ғой, жоқ болғаннан? Жоқ, бұл тарихымызда олай атүсті қалай болса солай жалған түсіргеннен гөрі түсірмеген жақсы. Сол ойлайсыз. Мен солай үзілді кесілді. Мен өткен жылы министрлікке, ақпарат министрлігіне хат жолдадым. Фильмнің Әлихан Бөкейхан, немесе Алаш және Әлихан Бөкейхан деген 8-10 сериалы фильмнің, ол бітті көркем фильм емес, деректі фильмнің синопсисін жазып бердім. Осындай деректі фильм түсірейік. Ертең ол деректі фильмді біз шынайы тарихтан бірде-бір ары не бері аттап баспай, артық аттап баспай, тек дерекке сүйенген деректі фильм түсірейік те, оны ертең тарих пәні бойынша мектепте, жоғары оқу орнында балалар көріп, содан тәлім алатын қылып. Жақсы, менде мынандай сұрақ туындап отыр. Бірақ оған ешқандай жауап болған жоқ. Оның есесіне, мысалы, телеарна, Қазақстан телеарнасы сол Ерлан Қарин басқарып отырғанда, бір күні маған есімде 2018 жылдың соңында, желтоқсанда, Ерлан Қариннің көмекшісі хабарласты. Аға, Қарин сізді көргісі отыр, келіп кетіңіз. Мен айттым, айналайын, мен қазір демалысқа кетіп бара жатырмын. Мен шетелге қызыма кетіп бара жатқанмын. Таңертең сол күні, ұшақтың күні 29-шы желтоқсанда. Шетелде тұра ма? Иә. Балаларым бәрі шетелде тұрады. Өйткені олар мектепті шетелде бітірді. Жоғары оқу орнын мектепті бітірді. Олар былай айтқанда мынандай кезінен шетелде өсті. Олар Қазақстанға келсе, біздің қазір жабайы Қазақстанға келсе, олар тосып кетеді. Жақсы аға, жеке өміріңізге араласқан болып, інім-ау сен неге етіп жоқ, мәдениетсіздік танытып отырсын деп дей көрмеңіз, дегенмен де сұрайын, мен сұрау парызым. Мына ол қыздарыңыз қазақ тілінен айырылып кеткен жоқ па, шетелде жүріп? Қазақ тілінен айырылған жоқ, олар елінің нағыз патриоттар деп айтуға болады. Жақсы. Жоқ, қазір сосын, қазір үлкен қызым Швецияда тұрады, қазір 2-ші оқу орнын бітіріп жатыр. Ол қазір білім алып, біраз тәжірибе жинап, кішкене байлық жинап, еліме қайтып ораламын дейді. Кенже қызым өткен жылы ғана мамыр айында оқу бітірді, Америкада. Қазір бір жақсы компанияға орналасты. Оның да мақсаты сол. Керек десеңіз, бір 20-30 жылдан кейін ба, Қазақстанның тұңғыш әйел президенті болам деген қызым осы, Америкада тұратын қызым. Қазақстанға президент болған кейін, ол мінезін, ол 3-ші ма, 4-ші сыныпта ма, Чехияда оқып жүрген кезде, мектеп мұғалімі сұраған ғой, сен кім болғың келеді? Мен президент болғым келеді. Президент? Қандай президент? Компанияның президенті ба? Жоқ. Қандай президент? Елдің президенті. Қандай елдің президенті? ақш-тың ба? Қайдағы ақш? Ұрғаны бар ма ақшты? Чехияның президенті ба? Жоқ.
Онда қандай жөн? Қазақстан президенті болғым келеді. Сол кезде 8-9 жасар қыз бала. Сол ойынан әлі тастаған жоқ. Ол бір Қазақстанға дәл қазір келсем, қолымнан ештеңе келмейді дейді. Қазір Америкада жұмыс істеп, әбден тәжірибе жинайын, компания құрайын, байлық жинай қойын, сосын неге келемін да? Елде темекі, арақ, тағы басқа нәрсені тартуға түгел тыйым саламын дейді. Бұл елде нағыз табиғи ел болуға тиіс дейді. Жақсы. Мына есіктен қазір Әлихан атамыз, Міржақып атамыз, Ахмет атамыз, Смағұл Сәдуақасұлы, басқа да Айдархан Тұрлыбайұлы, басқа да біздің алаш қайраткерлері кіріп келсе, Сұлтанхан балам, сен айтып отқаның дұрыс емес қой деп айтпай ма? Жоқ, айта алмайды. Айтпай ма? Айтпайды. Айналайын, қолдан келгенін істеп жүрсін деп арқамның қақпасына еш күмәнім жоқ. Жақсы. Қазақ жұртын мына қараңғылықтан шырақ алып, алға жетелейтін ұлдары қайда? Ондай ұлдар арамызда аз емес. Бірақ оларға мүмкіндік берілмей, сөз берілмей, көгілдір экран берілмей келе жатқаны, ақпарат құралдарының бетінен орын берілмей келе жатқаны, ол рас. Сәтін күтіп жүр ғой кісілер. Сәт күтіп жүрген кезде, мен айтайын, мен 2013 жылы елге оралдым. Содан бері талай телеарнада болдым. Әлиханның 150 жылдығын тойладық, Аханның 150 жылдығын тойладық, Алаш Республикасының 100 жылдығын тойладық, тағы басқа сондай мерейтойлар тойладық. Мен талай телеарналармен хабарластым, тіпті тікелей басшылармен сөйлестім. Олардың бәрін айтатын, бізге үнсіз нұсқа берілген. Алаш тақырыбын айына бір реттен артық көрсетуге, жазуға болмайды деген. А сол нұсқа әлі алынған жоқ ресми түрде. Ол бір. Екіншіден, сосын бізде, мысалы, мен 2002 жылы шетелге кеттім, жыл басында, ақпанда. Сонда Астанадағы журналистер екіге бөлінетін. Журналюги және журнализы. Лиза деген жалаушылар. Арада 12 жыл өткенге келдім. Сөйтсем журналистер, журналюги дегендер, биліктің жек көретін Астанада қалмапты. Бұрын өзімен құрдас, замандастың бәрі қарсам, бәрі журналисттен кеткен. Өйткені Қазақстандағы ең қауіпті мамандықтың бірі кім? Журналист. Өңкей мұрынбоқ балалар қалған. Әлі тіпті мұрт өспеген балалар қалған, қыз балалар қалған. Олар тіпті өзін адаммен тіпті жөді сұрақ қойды білмейді. Елдегі болып жатқан жағдайды білмейді. Жай әшейін балалар журналист болып жүргенде мәз болып микрофон алып, теледидардан көріп, репортаж жасағанда мәз болып жүрген балалар. Сұрақ қойды білмейді, сөйлеуді білмейді. Айтып отырмын, олардың тілі қазақ тілі емес, олардың тілі калты тілі. Иә. Сосын ең басты мәселе, бізде қазір айтқанда конституциямызда цензура жоқ. Цензура қайда деп отыр? Қайда отыр деп ойлайсыз? Әр журналистің жүрегінде отыр. Түсіндіңіз бе? Бұны самоцензура деп атайды орыс тілінде. Самоцензура. Қазір тіпті кез келген телеарнаның басшысына барсаңыз, олар тек қазір мысалы қазақ телеарнасын алайық, Ләззат Танысбай қайда жұмыс істеді? Кез келген телеарна алсаңыз, бір хабарда анада мына жұмыс істегендер. Бәрі сол кешегі цензура. Сұмдық, қатаң цензурадан өткен балалар, цензура олар. Мына орыстың жазушысы бар, Антон Павлович Чехов деген. Соның бір керемет сөзі бар. Біз қанымыздағы, жүрегіміздегі құлдықты біз тамшылап қана шығара аламыз деп. Қазақ айтады ғой, ауру батпандап кіріп, мысқылдап шығады деп. Біздің сол жүрегіміздегі үрей сол ауру сияқты. Батпандап кіріп, қазір мысқылдап қана шығып жатыр. Соңғы сұрағым болсын. Сіз 30 жыл өміріңізді ақиқатты іздеуге арнадыңыз да? Хақ тарихты халыққа жеткізіп жүрсіз. Шамам келгенше. Иә. Ертеңгі күні Құдай алдында барғанда сізден сұраса, дін мамандар айтады ғой, адамның екі жағында періштелер болады, олар біреуі жақсы адамның жақсы амалдарын жазады, біреуі жаман амалдарын жазады дейді. Сол жаман амалдардың ішінде мына шындықты боқып қалды, мына нәрсені айтпай қойды, мына нәрсені жасырып қалды, айту керек нәрсені айтатын жерде айтпады деп сұрақ астына қаламын деп ойламайсыз ба? Жоқ. Ешқандай ондай ойым жоқ. Құдайдың алдында демек арыңыз таза деп айтқыңыз келеді ғой. Мен ғалым ретінде Құдайдың алдында. Иә, мен сіздің жеке басыңызға емес, осы тарихшы маман ретінде, журналист маман ретінде мен ешқандай керісінше айтып отырмын ғой. Бір рет бір телеарнаға берген сұхбатымда айтып қалыппын. Соны осы күнге дейін айтып. Ол айтыпсыз ғой, анау Міржақып Дулатұлы бір Амангелді емес, 1000 Амангелдіні қырып салса да ескерткіш соған орнатылу керек еді. Сіз қалай жүрегіңіз бар?
Не жүрегім бар? Оған ешқандай жүрегім барған жоқ. Мен шындықты айттым. Қалай Өткен жолы барсам мамырда дейсіз ғой? айттым, Амангелді кім болған? Амангелді дегенде маған ғалымдардың айтатын, Амангелдіге барғанда ол Амангелдіні жамандауға болмайды. Ақмолада Сәкенді жамандауға болмайды. Айналайын. Мен халыққа жағыну үшін, оқырманыма жағыну үшін ештеңе айтпаймын, өтірік айтпаймын. Өтірікті шындықты бұрмаламаймын. Мен жаман жерім осы шығар. Сондықтан мен Құдай алдында ғалым ретінде арым таза. 99,9% арым таза. Жақсы. Сұлтанхан аға, осы сұхбат барысында міне 1,5 сағат, 1,5 сағаттан аса уақыт отырдық қой сізбен әңгімелесіп. Аузыңыздан өтірік шықты ма? Жоқ. Өтірік шыққан жоқ. Шыққан жоқ. Сіз шыныңызды айтып отырсыз ба? Иманымды айтып отырмын. Жақсы. Өзіңіздей Алаштың азаматтары көп болсын Сұлтанхан аға. Өйткені кей жерлерде әдепсіз сөйлесем, ол үшін мен бірден басымды иіп кешірім сұраймын. Өйткені әкемнен үлкен адамсыз. Бірақ мен парызым сұрау. Жоқ, әрине. Иә. Біз басында келістік қой. Иә. Ешқандай жабық сұрақ болмасын. Иә. Жақсы. Сұлтанхан аға, сұхбат бергеніңізге рахмет. Ассалаумағалейкум. Микрофон бергендеріңізге рахмет. Иә. Бүгінгі сұхбат қазақ еліне, қазақ жұртына елім дейтін, жерім дейтін, көк туым мәңгі желбірей берсін дейтін, осы егемендігіміз мәңгі бақи болсын дейтін әрбір қазаққа, әрбір түбітелім қазаққа қайырлы әрі пайдалы бол деген ниеттемін. Бүгінгі Бай Қазақ арнасының шығарылымында сіздермен болған мен бауырларыңыз Әуесхан Ерасыл және біздің ел ағасы, алаштанушы, Әлихан танушы, тау тұлғалы азамат Сұлтанхан Ақұлы. Қош, сау болыңыздар. Ерасыл, тағы да айтамын. Мына мен әкемнің аты Аққұлы. Ол қазақтың бар ғой, Хаққұлы дейді ғой, Құдайдың Хаққұлы. Түсінді ғой, Хаққұлы. Құдайдың құлы деген сөз. Аққұл ұлы деп жазылмай ма? Аққұл ұлы деп айтылмай ма? Жоқ, ол менің енді төлқұжатында толық былай. Сұлтанхан Аққұл ұлы Жүсіп. Бірақ менің ғылыми публицистикалық лақап атым бар. Әкемнің аты шықсын деп, Сұлтанхан Аққұлы. Сұлтанхан Аққұлы. Аққұлы. Түсіндің Сұлтанхан ба? Аққұлы. Құдайдың Аққұлы деген сөз ғой. Түсіндің ба? Әкемнің аты сол, Аққұлы. Құдайдың Аққұлы. Қазақта ақ хақ бір. Түсін қойды? Аққұлы емес. Орыстар өткен жолы Акула деп жазып жіберді, қазір правда. Мен енді сізге қазір мына жігіттер жазады ғой. Аққұлы ұлы деп жазайық па? Толық. Аққұлы. Онда жазып жеңізші дұрысын, мен сіздер... Аққұлы. Түсінесің ба? Аққұлы. Айтып отыр ғой, Құдайдың Аққұлы. Түсіндің ба? Болды. Иә, Аққұлы. Сосын сөз бар ғой, Бекқұлы деген мысалы. Түсіндің ба? Бекқұлы. Құдайдың Бекқұлы деген сөз. Бұл мен Құдайдың, әкем Құдайдың Аққұлы. Болды. Түсіндің ғой, енді жазудың керегі бар ма? Жазудың қажеті жоқ.